Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті бауырлар, жамағат. Біз сіздермен Құран ғибраттары сабағын жалғастырамыз. Осыған дейінгі аяттарда Алла Тағала әртүрлі мысалдарды келтірді. Дүниенің мысалын келтірді. Бұл дүниенің қандай өткінші жалған екенін айтты. Оның алдындағы мысалдарда сол дүниеге алданған адамның мысалын келтірді. Сондай мысалдардың барлығын келтіріп, былайша айтқан кезде адамды қателікке ұрындыратын, адамды құрдымға жіберетін істерді бізге Алла Тағала көрсетті барлығын. Ендігі келесі аяттарда сол істердің барлығына себеп болатын нәрселерді айтады. Қараңыз, біз кейбір нәрселерді білуіміз мүмкін, күнә екенін, я болмаса харам екенін, жамандық екенін білеміз. Оны ешкім күнәні күнә деп есептемегеннен жасамайды ғой мұсылмандардың ішінде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бір хадисі бар ғой. Имам Байхақи риуаят етеді. Сендер күнәні, қателікті жасайды деп қорықпаймын дейді. Сендерге тааммуд деген нәрсені қорқам дейді. Тааммуд деген әдейілеп істеу да. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып жатыр. Күнә жасап қою ол адамға тән нәрсе. Жасап қойдың, кешірім тіледің, тәубе қылдың. Ол адамның былайша айтқан кезде барлығында бар нәрсе. Ал енді соны әдейі істеу, біліп тұрып істеу, немесе күнә емес деп істеу, міне сол нәрсе сендерге қорқынышты дейді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сондықтан да ғалымдар айтады, адам күнәдан құритын болса, күнәні көп істегеннен құрмайды дейді. Өйткені небір күнәсі көп, тіпті хадистерде сипатталады ғой, жер толып кетіп аспанға шығып күнәң, тіпті аспаннан да ағып жатқан күнәлармен келсең де деп, мысалға, одан асқан қандай күнә болуы мүмкін. Сондай күнәларды Алла Тағала сондай күнәлар жасаған адамдарды да тәубеге шақырып, оларды да үміт үзбеуге шақырып жатыр дейді. Ол күнәнің көптігі емес адамға зиян болатын. Ол күнәні истихфаф дейді. Көз келмеу. Ой деп, оны бір мүсе тұтпау. Күнә санамау деген сөз ғой былайша айтқан кезде. Соған адам жүрегі үйреніп кетеді ғой, еті үйреніп кетеді. Онан кейін оны күнә емес сияқты қылып істей береді. Сол адамды құртатын нәрсе дейді. Әрдайым жүрегінде тәубе болатын болса, әрдайым өкініш, кешірім тілеу деген нәрсе күнәдан кейін, не болмаса күнәмен бірге сол нәрселер бірге серік болып тұратын болса, ол адамның құруына себеп болмайды. Сол үшін де біздің Алла Тағала Құран кәрімде бізге мынау кемшіліктерімізді, қателіктерімізді, я болмаса біздің сол күнәға ұрынатын тұстарымызды ғана айтып қоймай, соған себеп болатын нәрсені және содан сақтанудың жолдарын да көрсетеді. Енді келесі аяттардағы айтылатын нәрсе сол. Бізді көбіне көп күнәға ұрындыратын нәрсе туралы айтады Алла Тағала. Астағфиру билlah. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. Из деген бұл жерде мезгіл үстеу ғой. Сол уақытта, сол кезде есіңе түсір, есіңе ал деген нәрсе да. Біз періштелерге не деп бұйырды? Адамға сәжде етіңдер деп бұйырған уақытта барлығы олар не істейді? Сәжде етеді. Илля иблис, иблистен басқасы дейді. Кәна минал джинни, өйткені ол жыннан еді. Оның асылы, жаратылысы жыннан еді. Фафасақа ан әмри робби, фасақа деген бұл жерде шығу. Сөйтіп ол Раббысының әмірінен шығып кетті дейді. Бұйрығын орындамай қойды. Бұйрықты орындамау немен сипатталады? Пасықтықпен сипатталады. Сондықтан да бізде ақида мәтіндерінде, мейлі ол фиқул акбар болсын, тахауи ақидасы болсын, намаз оқымайтын адам туралы айтқан кезде не деп айтады? Оны мұсылман дейді, бірақ пасық мұсылман деп айтады. Фасих деп осы сөз келеді. Ол деген сөз Раббысының әмірінен шыққан. Раббысының сол мәселе келген кезде бұйрығын орындамай жүрген адам деген мағынаны білдіреді. Енді бұл жерде сонау Адам алейхиссаламды жаратқан уақытта
Алла тағала оған барлық нәрсенің атауын үйретті деп келеді ғой, иә. Періштелер оның алдында бір нәрселерді айтып қояды, не үшін жаратайын деп жатырсыз деген сияқты. Онан кейін барлық нәрсенің атауын үйретіп, адамды періштелерден біліммен артық етіп, сосын барып оларға сәжде етіңдер деп бұйырған кезде, бұл жерде қандай сәжде? Құрмет сәждесі. Өйткені ол ғибадат болатын болса, Алла тағаладан басқа ешкімге ғибадат жасалмайды. Сол уақытта сол періштелердің сабында, қатарында болған Ібліс, бірақ асылы, жаратылысы ол бәрібір жын еді. Сол асылына тартты деп жаңағы тәпсіршілер келтіреді. Ол бәрібір жаңағы иттігін істейді дейді қазақта. Бәрібір ол өзінің жын кейпіне, өзінің бәрібір жын несіне, жаратылысына оралды дейді. Енді бұл жерде Іблісті оған итермелеген нәрсе біріншіден адамның барлығынан артық болуы, онан кейін жаңағы көре алмаушылық, хасад деген нәрселер, оның ұзақ тарихтарда айтылады ғой. Сол нәрсемен Ібліс Раббысының әмірінен шығып, бұйрығын орындамай, әрі қарай адаммен жауласты. Сондықтан имам Ибн Касир бұл аятта Алла тағала адауата иблис дейді. Іблістің, шайтанның адам баласына деген дұшпандығын баяндап жатыр дейді. Бағанаға айтылған күнәлар, дүниеге байланысты күнәлар болсын, тәкаппарлықпен байланысты күнәлар болсын, оның алдындағы адамның басынан өтетін қателіктердің көбісі, барлығы дерлігі осы Іблістің кесірінен туады. Өйткені Құранда Аллах тағала басқа аяттарда: "Ей адам баласы, сендердің ата бабаларыңды, Адам алейхиссалам мен Хауа анамызды жәннаттан шығарып жібергеніндей, сендерді де Ібліс жәннаттан шығарып жібермесін" деп бұйырды ғой. Өйткені оның алдында біз адамнан уәде алдық. Адам не істеді дейді? Ұмытты дейді. Адам нені ұмытты? Уәдесін ұмытқан жоқ ол. Ол уәде не алынды ол жерде? Мына ағаштан басқаның барлығынан жемісінен жей бер деді. Тек мына ағаштың жемісінен жеме деді. Ол оны ұмытып кетпейді ғой ол. Ол алма ма, жүзім ба, оны Алла біледі. Ол ана Кахфтағы жаңа жігіттердің аттары сияқты, бұл да маңызсыз істерден болып саналады. Сондықтан оны зерттемейміз біз. Ол алма болса да сол оқиға, жүзім болса да сол оқиға, басқа болса да оқиға өзгермейді. Ол оның тыйым салынғанын ұмытып кеткен жоқ. Мысалға, сен мұсылман ретінде арақтың харам екенін білесің, зинаның харам екенін білесің. Бірақ уақыт өте келе сен оны ұмытып кетесің ба? Бір 5 жылдан кейін ұмытып кетіп, мен ішіп қойыппын арақтың харам екенін деп. Жоқ, сен тұрады ол ойында, харам екенін білесің ғой. Ол шайтанның дұшпан екенін ұмытып кетті дейді тәпсіршілер айтады. Инна шайтана лакум аду фаттахидуху адуа деп келді ғой. Бұл шайтан сендерге дұшпан, және оны дұшпан тұтыңдар. Мүлдем оның жандарыңа жолатпаңдар деген мағынада ғой. Соны тәпсіршілер айтады, бұл жерде Адам алейхиссалам анау ағаштың тыйым салынғанын ұмытып кеткен жоқ ол. Ол шайтанды тыңдамау керек екенін, оның дұшпан екенін, ол адамға ешқашан жақсылық ойламайтынын ұмытып кетті дейді. Өткен неше түрлі сөздермен келе берді ғой. Инни жаңағы лакум аламинан насихин деп қойып, мен сендерге жаным ашып айтып тұрмын, шынайылықпен айтып тұрмын, адалдықпен айтып тұрмын деген сөздерді айтып қайта келе берген алданып қалады ғой адам. Шайтанның алдауы дейді оны. Өйткені Алла тағала оның мейірімінен қуғаннан кейін біраз уәделер берді ғой. Мен оны азғырам, алдайым, үміттендірем, қорқытам. Қарап отырсаңыз барлығы да қандай? Адамның ойына жасалатын атака. Шайтанның айтқан уәделерінің барлығы, мен оған не істеймін деді. Ла узаййинанна лахум деді. Мен оған күнәні әдемі қылып көрсетем деді. Қолынан ұстаймын, аяғынан тартам деді ма? Жоқ. Әшейін ойыңа салады. Ла уманнияннахум, мен оны үміттендірем деді. Үміттендіреді. Ол да қолынан ұстау ма? Жоқ, тағы да ойыңа салады. Күнәні жасайтын кезде сен үміттендіреді. Ертең тәубе қыла саласың ғой, онда бір алып баратқан күнә емес қой. Бір 100 рет, 200 рет истихфар айтсаң кешіріп жіберем деп тұрған жоқ па? Деген сияқты үмітті төгеді үстіңе. Жасағаннан кейін не дейді? Жасағаннан кейін не бетіңмен тәубе қыласың сен? Біліп тұрып істедің ғой. Білмесең екен, біліп тұрып қасақана істедің, ұят емес па? Деген нәрсені айтады. Алдынан келеді, артынан келеді, жан-жақтан келіп. Одан кейін деді, қорқытам деді. Немен? Кедейлікпен қорқытады. Тағы көрген жаман түстеріңмен қорқытады. Қарап отырсаңыз, оның бәрі адамға манипуляция ғой былайша айтқан кезде. Сенің бір итер жібермейді, я болмаса қолынан тартпайды. Еш нәрсе істемейді. Сен ойыңмен алып алсады да, ойыңмен арып алсады. Уас-уас
Уасуас деген сол азғыру, ойыңа салып тұрады неше түрлі жамағаттарды. Онан кейін бәрібір де қияметте Алла Тағала Ибрахим сүресінде баяндағандай, ол жәннаттықтар жәннатқа, тозақтықтар тозаққа кіргеннен кейін екі ортаға оттан мінбер қойылады, соның үстіне шайтан ібліс отырғызылады, сөйтіп бүкіл нәрсені айтады дейді ғой. Мен сендердің ешқайсыңа күшім болған жоқ, ешкім жаңағыдай сүйреген жоқпын, итерген жоқпын, мен тек шақырдым дейді. Мен шақырдым, тек мына жақта мынандай күнә бар деп шақырдым. Өздерің келдіңдер. Енді менен көрмеңдер, өздерінен көріңдер. Бүгін мен де сендерді құтқара алмаймын, сендер де мені құтқара алмайсыңдар деді. Бұл енді шайтан адамға өле-өлгенше ібліс не болып өтеді? Дұшпан болып өтеді, жау болып өтеді. Осыны қайта-қайта Алла Тағала бізге еске салады ғой. Алдыңғы аяттардағы айтылған бәлекеттер біздің басымыздағы, біздің қателіктеріміз, орнататын күнәларымыз осы шайтанды ұмытқандықтан, іблістің, шайтанның бар екенін ұмытқандықтан. Тіпті жаңағы бір кітаптарда келеді, шайтанның ең үлкен айласы дейді. Қараңыз, шайтанның ең үлкен айласы өзінің бар екенін ұмыттыру дейді. Мен жоқпын деп сендіру дейді. Тәпсір кітаптарда келеді. Қараңыз, шайтанға сол выгодно да. Сен мүлдем оны есіңнен шығарып жіберуің. Өзіңе бір ой келіп жатқан кезде, өзім ойым деп ойлайсың да, өйткені шайтан деген нәрсе жоқ түсінігіңде. Шайтаннан келіп жатыр деп одан күмәнданбайсың, оны бір айыптамайсың. Жақсы емес па ол шайтан үшін? Сондай неше түрлі айлаларды адаммен жасап арпалысады. Ал енді әу баста сәжде етпеуінің себебі жаңа айттық, ол жыннан еді. Айша анамыздан жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады. Бұл хадис не үшін айтып жатырмыз? Өйткені кейбір ғалымдар ол періште болған, кейін жынға айналып кеткен деген нәрселерді айтады. Хулиқатил малаикату мин нур. Періштелер нұрдан жаратылған. Ва хулиқа иблис, ал иблис болса мин марижин мин нар. Оттың жаңағы анау лаулап жағынған кезде ұшындағы несі бар ғой? Жоғарғы жағы ең. Сол жағынан жаратылған дейді. Ва хулиқа адаму мимма усифа лакум. Ал адам болса сендерге сипатталған нәрседен жаратылған. Құранда оның барлығы сипатталды. Топырақтан, батпақтан, жалпы 7 кезеңнен тұрады дейді ғой. Ең әуелі жаңа топырақ болып, ол кейін суға араласып, батпақ болып, кейін ол кеуіп, жаңа қыш болып, сондай сияқты. Ең анау жан үрленгенге дейінгі кезеңдер 7 кезең деп айтады тәпсіршілер. Адам жаратылу кезеңі. Егер ол періште болатын болса, ол сәжде ет деген кезде ол қарсы шыға алмас еді ғой. Періштелерде өткен таңдау жоқ. Істе дегенін істейді, істеме дегенін істемейді. Құранда Алла Тағала солай сипаттайды. Сондықтан ол жын екенін осы аяттан білеміз, және жаңағы хадистен білеміз. Онан кейін қараңыз, енді бұны не үшін айтып жатыр? Әу баста Адам алейхиссаламды жаратқаннан кейін періштелер сәжде еткен кезде қарсы шығып, сонымен жауласып, өтем деп уәде беріп жатқан ол ібліс, шайтан. Енді ары қарай Алла Тағала айтады: «Афататтахизунаху ва зурриятаху аулияа мин дуни ва хум лакум аду». Енді соны осы айтып жатқан іблісті және оның зуррия деген ұрпағы деген сөз ғой, былай шыққан кезде. Соның ұрпағын мені қойып, мені негізі әулия деген бұл жерде қамқоршы тұту, соны жақын тұту ғой. Мен тұрғанда сен соларды сендер жақын тұтасыңдар ма? Соларды өздеріңе қамқоршы санайсыңдар ма? Уахум лакум аду. Шынында ақиқатында олар сендерге дұшпан. Бисалил залимина бадала. Солай істеген залымдар ол нендей жаман нәрсеге айырбастапты. Алланың мейірімін, Алланың уәдесін, ол шайтанның уәдесіне айырбастап. Алланың қызықтырып атқан жәннатының нығметін шайтанның қызықтырып жатқан, көзіне әдемі қылып көрсетіп жатқан күнәларын айырбастап, жақсын жаманға айырбастап тұр ғой. Бұл нендей жаман айырбастау дейді. Енді қараңыз, сөйткен ібліс, сонау ібліс деген бұл жерде жаңағы тәпсірлер етеді. Адам алейхиссалам ең әуелгі адам болатын болса, ібліс бүкіл шайтандардың ең біріншісі ғой. Содан ары қарай шайтандар тарайды. Енді сөйткен шайтанға ересіңдер ма? Сөйткен ібліске, сол саған хасат қылып, сен адам бәрің бірсіңдер ғой енді. Сол жалпы сенің жынысыңа, сенің неңе қасат қылып, көре алмаушылық жасап, саған қастандық қылып, сен жәннаттан шығарып жіберіп, сенімен жауласып жүрген сол шайтан дос тұтасыңдар ма?
жақын тұтып жүрсіңдер ма соны деп, былайша айтқан кезде көздеріңді ашсаңдаршы деп жатыр да. Сен кімдермен ауыз жаласып жүргендерін қарасаңдаршы деп жатыр да, былайша айтқан кезде аятта. Енді мына жерде зуррия деген сөзге тоқталатын болсақ, зуррия деген жаңа айттық, ұрпақ дедік. Шайтанның енді ұрпағы деп тұрғаны бұл жерде көпшілік тәпсіршілердің айтуынша әрі қарай сол жалпы жынның ішіндегі адамды азғырумен, жамандықпен айналысатын, мейлі адамның ішінде де болуы мүмкін. Шайтан деген алыстаған деген сөз ғой. Алланың мейірімінен, рахмынан алыстаған және адамдарды азғырумен, адастырумен айналысатын әрбір адам болсын, жын болсын, ол бәрібір шайтан болып аталады. Міне солар зурриясы солар дейді. Ал басқа бір риуаяттар имам Куртуби келтіреді оны. Зуррия деген бұл жерде жаңағы кейбіреу Исраилят хабарлар енді. Ібліс Алланың рахмынан, мейірімінен қуылып жерге түскеннен кейін ол жұмыртқалайтын болған дейді. Жылан сияқты ше. Соның әр жұмыртқасынан қаншама көптеген тағы да ішінен шайтандар шығады. Сөйтіп ол көбейеді дейді. Алла Тағала оған сондай не берген да. Сөйтіп көбейіп адамды азғырады. Түсінікті? Оның тіпті жаңағы әйелі бар деп те айтқан тәпсіршілер, ғалымдар бар. Имам Шабидің әйгілі әзіл ретінде айтып жүреміз ғой, оқиғасы бар ғой. Шайтанның әйелі бар ма деп сұрапты, мен ол тойда болған жоқпын деп жауап беріпті дегені. Содан кейін сол имам Шаби айтады, мен жаңағы аятты, осы аятты есіме түсірдім да, вазурриятаху деген оның ұрпағын дегенде, онда оның әйелі бар ғой деп айттым дейді. Былайша айтқан кезде шайтан көбейеді. Оның санын бір Алланың өзі біледі. Және оның түрлері бар. Дәл дәретке байланысты азғыруларды тастайтын шайтандар бар. Дәрет алған кезде 3 рет жудым ба, 2 рет жудым ба, басыма масих тарттым ба, тартқан жоқпын ба? Аяғым жудым ба, жумадым ба деген сияқты. Сондай дәл сонымен азғыратын, тек қана дәреттің айналасында азғырулар жасайтын, уасуастар тастайтын шайтандар болады. Сол үшін де біздің ғалымдарымыз не дейді? Фиқ ғалымдары, егер сенде осындай күмән көп бола беретін болса, енді анда-асында бір болып қалса, басыма жаңа масих тарттым ба, жоқ па деп, қайтадан барасында қолыңды сулап, масих тарта саласың. Ал енді күнде қайталана беретін болса бұл нәрсе, сен сол жаңағы шайтанның азғыруына түсіп қалғансың. Сол сені айналдырып жүр. Ондай кезде не істейсің? Одан шығу үшін тартпаған сияқты болып тұрсаң да, тарттым дейсің. Жумаған сияқты болып тұрсаң да, оң қолың жуылмай қалған сияқты болып тұрса да, жудым дейсің. Құп-құрғақ болып тұрса да тіпті жудым дейсің да, жуылған есеппен намазыңды оқи бересің. Солай ғана кетіресің ана уасуасаны. Егер соған түсіп қалған болса мысалы. Сол сияқты намаздың кезінде азғыратындар бар. Әйел мен күйеуінің арасын азғыратындар бар. Ағайынның арасында азғырулар тастайтындар бар. Тағы әртүрлі салада, әртүрлі жерде жүретін шайтандар бар. Риуаяттарда келеді, сондай бір мұхиттың ортасында жиналады екен деген, бір сондай бір іблістің ең үлкені өзіне жаңағы тақ қойып, соның артына ергендерін жинайды екен. Бүгін кім не істеді деп. Біреу келеді, мен біреуге арақ ішкіздім дейді. Ол есін жиғасын тәубе қылады, ол сен дым бітірмепсің дейді. Азғырып араққа түсірдім деген ғой енді. Екінші біреу келеді, мен біреуді ата-анасына қарсы шығардым деп. Ол ертең қайтадан жақсылық жасап кетеді, өзінің ата-анасы қайда барады, дым бітірмепсің дейді. Сөйтіп енді біреу келеді, біреуді әйелмен ажырастырдым деп. Ол қайтадан қосылады, болмаса басқа біреуге үйленеді ол. Сен дым бітірмепсің деп. Сонда біреуге келген кезде не дейді? Екі бауырдың арасына ірткі салдым деп айтады екен да. Екі бауырдың арасына ірткі салдым. Міне сен іс бітірдің деп соны мақтайды екен. Сол сияқты үлкен күнә істеткені ол жерде ішіндегі жаңағы ең үлкен құрметтісі болады. Және тіпті басына тәж киіледі, өз арасында церемониялар болады деп айтады. Бұл да біз білмейтін бір ғайып әлем ғой. Енді бізге жалпы оның жаратылыс жайында ол оттан екені айтылды. Ал енді оны қазбалап, құлағы бар ма, мүйізі бар ма, қалай жүреді, қалай жүгіреді, неше аяғы бар деген нәрселер бізге не қызық емес. Имам Аль-Ғазали айтады, бізге оның ең басты нәрсе шайтанның дұшпан екені маңызды. Және одан сақтану. Біз оның зиянын білуіміз керек та. Сендердің әке-шешелеріңді жәннаттан шығарып жібергендей, не істемесін, сендерге де сондай зиян келтірмесін дейді. Шығарып жіберген ібліс біздің қайтадан кіре алмай қалуымызға себеп болуы мүмкін, дұрыс па? Азғырулармен, неше түрлі жамандықтармен. Сондықтан оның біз зиянын білуіміз керек те, және соның зиянынан қалай қорғанудың жолдарын білуіміз керек дейді Имам Ғазали айтады.
мысалы дейді сенің біреу мына киімің желке тұсына мойныңа бір жылан түсіп кетсе да, сөйтіп мойныңда жылан тұр деп айтса біреу, сен сұрамайсың ғой одан дейді қандай жылан, ақ жылан ба, көк жылан ба, су жылан ба, оқ жылан ба, шағатын ба, шақпайтын ба, тілі бар ма, жоқ па, сұрамайсың ғой дейді. Жуан ба, жіңішке ма деп. Ең бірінші не істейсің? Оны алып тастауға тырысасың. Одан құтылудың амалын қарастырасың. Ең бірінші саған маңызды емес ол қандай жылан. Жылан болды. Сол сияқты дейді да, шайтан деген кезде сен басыңды ауыртып, оның түрін, түсін, баласын, әйелін зерттеп кетпей, сен оның несімен айналыс дейді? Саған келтіретін зиянымен айналыс. Ал зиянын Құранда Алла Тағала әр жерде, әртүрлі аяттарда бізге келтірді. Мен оларға не істеймін деді? Алланың жаратылысын өзгерттіремін деді. Алланың жаратылысын өзгерттіремін деді. Жаймен бір жеріңді кішкене қастарыңды оясың, кейін шаштарыңа ою саласың машинкамен, артынан жаймен бояу саласың, бірінші кетірілетін, жуылатын татуировка саласың, артынан жуылмайтынын саласың, сөйтіп анау неге дейін барасың ғой, жынысқа дейін. Дұрыс па? Ол шайтан деген бірден саған келеді, голубой бол деп айтпайды ғой. Дұрыс па? Ондай бір айласыз емес қой. Ондай бір адамның жаңағы сен жаратылған кезде жан үрленбей тұрып, артық тесігінен кіріп алдың аузыңнан шыққан шайтан ғой, сен бәріңді біледі ғой, ішің қуыс екенін, сенің қай жерің әлсіз екенін, қалай алданатыныңды. Анау Адам алейхиссаламнан бері ата бабаңды бүкіл жаңағы алдап жатқан, адастырып жатқан, енді неше ғасырлық тәжірибесі бар жаратылыс қой ол деген. Сен бір 20-30 жыл өмір сүрген шығарсың көп болса. Ол 20-30 миллиард жыл өмір сүрді ма, Құдай біледі да. Дұрыс па? Ол анау Адам алейхиссаламнан бастап азғырумен айналысып келатыр да. Бір істі бәленбай миллион, миллиард жыл бойы істеп келатыр, оның опытын ойлап көрді, ондай опыт жоқ та ешқандай әлемде, ешқандай мамандықта, еш жерде жоқ ондай. Ол сосын жаймен алдап түсіреді. Бірінші мынандай күнәні істетеді саған. Кішкентай ол күнә дейді. Тіпті күнә да емес, ол макрух ол. Кейбір ғалымдар оған рұқсат та берген деген сияқты. Сен соны істейсің. Сосын жаймен одан үлкеніне алып келеді да, баспалдақпен алып келеді. Сол хутуату шаятин деген сол да. Хутуа деген не? Құранда Алла Тағала шайтанның қадамдарына ермеңдер дейді. Хутуа деген қадам. Бірінші бір қадам жасайсың. Қарайсың, ештеңе де емес. Алып баратқан бір күнә да жасаған жоқсың, діннен де шығып кеткен жоқсың. Кәдімгідей нәрсе екен ғой дейсің. Сосын екінші қадам. Жаймен электронный дейді. Ол темекі емес қой дейді. Ол электронный, ол жерде шөп ештеңе жоқ ішінде ол. Әшейін ол бу шығарады ол мысалға дейді. Сосын жаймен тағы бірдеңесін алып келеді. Оның ішінде фрукты ол әшейін жаңағы калямба және оның ішінде шөп жоқ ол әшейін. Клубника, малина сондай нәрселер ғой ішіндегі дейді. Жеміс жидек қой. Сосын сөйтіп алып нулевка ғой ол дейді бір күні. Градус жоқ оның ішінде, 0 градус. Әшейін аты ғой әшейін пиво деген. Сөйтіп бір күні қалай алқаш болып жүргенін білмейді да адам. Рас па? Рас қой. Сөйтіп баспалдақпен алып келеді. Және тағы бір уәдесі қараңыз. Қуылған кезде мен бұны және оның ұрпағын ихтанака деген түйенің мұрнына ноқта қадайсың ғой. Ағаштың мұрнына қадап соны жіп байлап тартпайсың, мана ауырғасын жүреді ғой өзіңнен амал жоқ қайқа барсаң да. Өзіңнен нешесі үлкен түйені сүйрейсің, дұрыс па? Сол сияқты мен оны сүйреймін дейді. Шайтан адамды сөйтіп сүйреймін дейді. Ол не деген сөз? Күнәға бірінші сені әуес қылады, тәуелді қылады күнәға. Тәуелді болып қаласың. Не бір тәуелдік, көп күнәлерде тәуелдік бар ғой, азарт нәрселерде мысалға. Құмар ойындарда сосын шыға алмайды адам. Онан кейін шайтан не істеді, соны істеп ізінен жаңағы ноқталанған түйе ұқсап басын салбыратып еріп жүреді болды. Жаңағы үміттендірем, кедейлікпен қорқытам, қандай да бір ізгі істің алдында оны істемеуге тырысады шайтан. Тіпті кейбір жақсылықтарды да көрсетуі мүмкін. Тәлбису иблис деген кітап бар, кімнің? Абул-Фараж ибн ал-Жаузидің шайтанның шатастырулары деген мағынасы. Соның ішінде шайтан кейде бір құлшылық болып саналатын сауапты іске адамды нұсқайды дейді. Бірақ сен үлкен бір парыз нәрсені жасайын деп жатқан кезде, сен әкеледі бір болмайтын бір нәпіл қосымша бір 15-ші, 105-ші қатардағы бір ғибадатпен әлек қылып қояды да. Мынаны істесейші, күшті. Осыны істе деп. Рас па? Сонымен сен соны істейсің де, бірақ мына жақта кәдімгі мойнында міндет болып тұрған парыздан айырылып қаласың да.
5 уақыт намаз оқымайтын адамға мысалға ол келеді да бір намаздар тауып береді, таспих намазы, тағы бірдеңе дегендерді. Сонымен алданып жүреді да, намаз оқып жүрмін деп. Бірақ мына жақта парыз да ол. Сол сияқты мысалға Ашура күнінің оразасын саған ібіліс ойыңа салуы мүмкін. Ертең ораза ұстасай, Арафа күнінің оразасын саған ертең ораза ұстасаң 2 жыл күнәң кешіріледі сен деп. Сен сол ораза ұстап жүрмін ғой дегенде мен алданып қаласың да, ары қарай Рамазанға не қылмайсың да. Мен ұстағам, ораза ұстап жүрмін жалпы деп. Кейбір кездер сондай нәрселермен де азғырады дейді. Жалпы сөйткен ібілістен сендер жақсылық көрем деп отырсыңдар ма деген сөз ғой. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. Мен оларға аспанның да жердің де тіпті өздерінің де жаратылыстарын көрсеткен жоқпын. Және олардың ешбірін өзіме көмекші етіп алған жоқпын дейді. Енді осы жердегі аятқа тоқталайық. Аспандардың да жердің де жаратылуын ешқандай тірі мақұлық көрген жоқ. Өйткені ол уақытта тірі мақұлық болған жоқ. Олардың бәрі кейін жаратылды. Сол сияқты оларға өздерінің де жаратылысын көрсеткен жоқпын мен дейді. Мейлі ол шайтан болсын, мейлі ол адам болсын, ол өзінің жаратылып жатқанын көрген жоқ қой, ол кез тірі емес қой әлі. Дұрыс па? Енді бұны не үшін айтып жатыр? Тәпсіршілер айтады. Мынау жұлдыз жорамал болсын, бал ашу болсын, тағы нәрселердің бәрі жынмен байланысты ол. Қандай болжау бар? Болашақты болжайым, мен сенің бірдеңеңді айтып берем, көріп берем деген нәрсенің, біліп берем деген нәрселердің барлығы ол шайтанмен, жынмен тікелей байланысты. Сол үшін мен оларға аспандардың да жердің де жаратылып жатқанын көрсеткен жоқпын. Білмейді олар. Бізде соғады ғой. Қазір мынандай деген бір комета, пәлен деген бір жұлдыз, я болмаса бір метеорит қазір жерге сондай жақын тұр, немесе анандай деген бір жұлдыз осы кезде бізге жақын тұр. Ол жақын болған кезде осындай нәрселер болады, адамдардың бағы ашылады, тағы деген нәрселерді айтатын неше түрлер бар ғой қазір. Аттары да шығып кетті, неше түрлі сүйутсай бірдеңе баяғыда бір жұлдыз жорамал еді, жалғыз білетін халықтың. Сол нәрселердің барлығын мына аспан денелерімен байланыстырады ғой. Олармен мен көрсеткен жоқпын дейді, аспан денелерінің қандай екенін, ол жаратылған кезде қайсысының қызметі қандай, қайсысына жақын тұрады, қайсысы жақындаған кезде не өзгеріс болады, олар білмейді дейді. Айналып келіп білімсіз соғады дейді. Және олардың ешбірін өзіме жәрдемші қылып алған жоқпын мен дейді. Мен дәнекермін, мен ортада сендерге жеткізушімін деп соғама жаңа емшілер, балшылар, тәуіптер, неше түрлі жаңағы құмалақшылар менен сұрамаңдар, Құдайдан сұраңдар, мен тек әшейін дәнекермін деп қойып өзіне табындыратындар. Мен олардың ешбірін өзіме көмекші, жәрдемші қылып алған жоқпын дейді. Тіпті бізде сопылық тарихат ұстанатын кейбір нәрселер бар. Адамдар, топтар, олардың аруақ деген түсінігі де бөлек. Олар аруақ деген бір үлкен жаратылыс, аппарат деп түсіндіреді ғой біздің Құрбанәлі. Аппарат дейді. Ол әлемді басқарып тұратын аппарат дейді. Мысалы сен телевизордан видео көретін болсаң, кассета тығып қоясың, сол кассетаны айналдырып тұратын магнитофон бар ғой. Енді менің сөзім емес, ол сөз сөйтіп айтады. Сондай аппарат аруақ деген, бүкіл әлемдегі болып жатқан нәрсенің бәрін сол система ғой, былайша басқарып тұрады. Олар бұл идеяға не үшін келді? Олар болып жатқан жамандықтар бар ғой, мысалы бір бала ауру болып туады, инвалид болып туады, дұрыс па? Аутизм болып туады, неше түрлі жаңағы нәрселер болады ғой, жамандықтар. Соғыс болып жатыр, ашаршылық болып жатыр, бір жерде найзағай соғып, жер сілкініп, топан су басып, мысалы сондай нәрселер болып жатыр ғой. Оның бәрін олар қателік және жамандық дейді да, оны Аллаға телмейді. Ол жаңағы басқарып тұрған аппараттан, аруақтан кеткен қателіктер ол. Және содан болған нәрсе. Жақсылық Алладан, жамандық содан деп, сондай бір нәрселерді алып келеді. Және ол Алланың бүкіл ісін жерде атқарып тұратын, былайша айтқан кезде соның бір көмекшісі деген сияқты келтіреді ғой. Ол жалғыз ол жерде емес, көп ондай сенімдер. Сондықтан да Алла Тағала айтып жатыр, мен олардың ешбірін өзіме көмекші, жәрдемші етіп алған жоқпын дейді. Бұл іблістің, шайтанның былайша айтқан кезде айла тәсілі. Енді соған сеніп, соған еріп, адам күнә жасайды, қателік істейді, арғысы не істейді? Ширк қылады ғой. Басқа бір нәрселерге құлшылық қылады, табынады, сыйынады. Біз ойламайық, қазір ширктің ол түр-түрі көп. Неше түрлісі шығып кетті қазір. Біз ойламайық, бір анау үлкен Будданың тасын әкеп, соған бүйтіп, свеча жағып сыйынғандар ғана ширк қосып жатыр деп. Қазір неше түрлі сенімдер бар, неше түрлі
бір жаңағы бағыңды ашатын, жолыңды ашатын не бір ол андай дін түрінде, бір діни сенім түрінде әкеліп ұсынылмайды да адамға. Ол әшейін бір упражнение сияқты, жаттығу сияқты, өмірдің бір, қалай айтсақ, бір күнделікті өмір сүрудің бір стилі сияқты, тағы басқа бір түрлерде келеді ол. Қазір неше түрлі аттар бар ғой жаңағы. Иә, нумерологияң бар, сюцайың бар, басқаң бар. Бірақ қазбалап келсең, ішінде бәрі Алладан басқадан сұрау, Алладан басқадан қорқу, Алладан басқадан үміт күту, Алладан басқаға жалыну, жалбарыну деген нәрселер толып тұр да ол. Ол сырты әшейін бір жаттығу сияқты көрінеді. Көрдіңіз бе, ол ібіліс бос жатқан жоқ қой. Ол күніне 10 айла тауып жатыр ғой, сені қалай алдап түсірудің, азғырудың. Сондықтан ол серік қосу дегенде баяғы ғана Меккедегі мүшриктер ғана еске түспесін да. Я, ағаштан латты, ұззаны көтеріп қойып, соған құрбан шалып, бүйтіп табынып тұрған солар ғана еске түспесін. Ол ширктің қазір түрі көп. Енді Алла Тағала айтады: оларға сендер өздерің біздің серіктеріміз деп есептеген, дүниеде серік қосқан сол нелерін шақырыңдар деп айтады. Серік қосқандарға, серік қосқандарын шақырыңдар деп. Фадаухум, олар шақырады. Фалам ястаджибу лахум, бірақ олар оған жауап бермейді. Ваджаална байнахум маубиқа, біз олардың арасын не істейміз дейді? Сондай бір бөгет жасаймыз дейді. Енді ғалымдар айтады, бұл жерде қараңыз, имам Шарауидің сөзі. Дүниеде олар Алла Тағаланың бірде бір сөзін орындаған жоқ та. Маған ғана құлшылық қыл, мені ғана Құдай тұт, мынау мен жіберген елшіге, пайғамбарға ер, ешқайсысын орындаған жоқ. Қияметте серіктерін шақырыңдар деп еді, шақырды да. Алла Тағаланың әміріне ең бірінші бойсынулары тағы да не болып тұр олардың? Ширк болып тұр ғой, тағы да. Өзінің дүниеде серік қосқан нелерін шақырып жатыр ғой. Қараңызға, дүниеде де ақыретте де оңбау деген осы да. Және олар не істейді? Жауап бере алмайды, қиямет қыл ол. Маубиқ деген бұл жерде сол кезде олардың екі орталарына жаңа табынғандар мен табынылған заттардың ортасына не жасаса, маубиқ деген бір ор дейді. Тозақта болатын бір ор, іші іріңге толған. Сондай нәрсені қоямыз да екеуінің арасын ажыратып тастаймыз дейді. Мәхлик деп те келеді тәпсірлерде. Мәхлик деген құрийтын жер ғой. Былай шыққан кезде жақсы нәрсе емес та. Тозақтан бір шұңқыр қояды да орталарына, сөйтіп екеуін екі жаққа бөліп тастайды. Не мыналар жаңа табынған заттарынан көмек сүре алмайды, не сол табынылған заттар оларға көмек бере алмайды. Дәл сондай бір дәрменсіздікте Алла Тағала оларды қалдырады. Сол кезде залымдар, жаңағы серік қосқан кәпірлер тозақты көреді. Көз алдында тозақ қайнап жатады, бірақ әлі кірген жоқ оған. Және бұл жерде зонну деген алиму, анық біледі, ойлау емес, анық біледі олар. Олардың тозаққа түсетінін. Және одан ешқандай құтылатын жол болмайды. Ондай жол қай кезде болды? Дүниеде болды. Дүниеде болды. Алла Тағала серік қосудан басқа күнәнің бәрін кешірем деп тұр. Тіпті серік қосып жүрген адамның өзі калимасын келтіріп, тура жолға түсіп исламды қабылдаса, оны да кешіреді. Серік қосудан басқан бәрін кешірем деген, сол серік қосып өліп кетпесең болды да. Сол сенімде кетіп қалмасаң болды да. Оған дейін шығатын, құтылатын жол бар. Бірақ қияметте ешқандай құтылатын жол жоқ. Енді қараңыз, имам Ибн Касир, Құртубилер айтады, бұл жерде көздерімен көріп тұрып, және оған түсетінін біліп тұрады деді ғой. Бұл азаптың басы дейді да. Және азаптың бір түрі дейді. Жаңа айтамыз ғой біз, неминуемый дейді ғой жаңа. Одан айналып өтпейтініңді, оның сенен айналып өтпейтінін біліп тұрсың да 100%. Ол қандай азап? Адам өзінің өлетінін біліп атады кейде, сондай бір ауыр ауруларға шалдығып, айтып жатады, 2 айың қалды, 5 айың қалды, 6 айың қалды. Немесе бір айдың ояқ қалды деп. Ол енді 100% оның бүкіл анализінен бәріне көрініп тұр да. Ол біліп тұр 100%. Ол өлгенмен бірдей ғой. Дұрыс па? Сол сияқты көз алдында тозақ қайнап жатыр, және оған өзінің түсетінін толық біліп тұр. Және сен өзің баратын жеріңді көріп тұрсың, қалай азапталатыныңды көріп тұрсың. Ол да бір азаптың түрі дейді да. Анадан кем түспейтін. Солай азаптайды әуел дейді. Көріп тұрып, күтіп тұрады. Қалай азапталатыныңды, саған не істелетінін бәрін біліп тұрасың, күтіп тұрасың да. Қараңыз. Бұл да Алла Тағаланың оларға беретін бір азабы. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ
бүкіл алдыңғы айтқан мысалдар бар. Оған дейін жалпы Құранның ішіндегі мысалдар бар. Құранда мысал өте көп. Біз Құранда адамдарға әртүрлі мысалдарды келтірдік дейді. Имам Шағрауи айтады, ешкімнің мен бұл Құранды түсінбедім, мына аятты мен мүлдем ұқпадым деп айтатын өзірі жоқ. Ешкімнің ондай уәжі жоқ дейді. Алла тағала ең ақылды адамнан бастап, ақылы ең төмен адамға дейінгі түсінетін мысалдарды Алла тағала келтіріп тастады Құранда дейді. Толық. Сен мынаны түсінбесең, мынаны түсінесің. Оны түсінбесең, ананы түсінесің. Құранда міндетті түрде сен түсінетін мысал бар дейді. Сондықтан мен еш нәрсе түсінбедім, мен бұл Құранды саррафна деген, аудахна деген сөз. Анық айтып бердік дейді. Құдайларың жалғыз, көп құдай жоқ, құдай өзі бір уақ деген сөзді кім түсінбейді? Ол үшін университет оқу керек па? Диплом қорғау керек па? Анау пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның заманындағы бадауилер мал бағып жүріп, түйенің жаңағы тастаған тезегін, жылқының қиын бәрін көріп, мынау жаңағы тасталған тезек малдың бар екенін білдіреді. Жүрілген адамның ізі адамның бар екенін білдіреді. Сол сияқты мынау аспан, тау, жер оның бір жаратқан жаратушысының бар екенін білдірмей ме деген нәрсеге келеді ғой. Соған бас жетеді ғой адамның, дұрыс па? Оның үстіне Құран шұқып тұрып көрсетіп жатыр оны. Егер екі құдай болатын болса деген нәрсенің бәрі айтылды ғой. Лау кана фихима алихатун иллаллах ла фасадата деп. Егер аспан мен жерде Алладан басқа тағы да құдайлар болатын болса, аспан мен жер құрып кетер еді ғой дейді. Ал бір-бірімен төбелеспей ма, қырылмай ма? Дұрыс па? Соғыс болады ғой. Қарап болады ғой бұл көзге дейін аспан мен жер. Бірақ мызғымас жүйемен 1 сантиметр былай жылжымай бүкіл жаңағы жүйе келе жатыр ғой осы кезге дейін. Оның барлығы жалғыз құдайдың бар екенін білдіреді ғой деген мысалдар да, мысалы ондай сен ойбай ғылым қуған, аспан денелерін зерттеп тастаған, небір жұлдыздарды санап тастаған ғалым болсаң да, ондай да дәлелдер бар саған. Жоқ, мен тау зерттейтін едім, мен негізі жердің қыртыстарын, бедерлерін зерттейтін едім десең, жердің алуан түрлі екендері, жердің қыртыстары туралы аяттар да бар. Ой жоқ, мен жаңағы адам анатомиясын зерттейтін едім, басқа едім десең, оны да зерттеп жаңағы бүге-шүгесін ішіне айтып тастаған аяттар бар. Дұрыс па? Мен жаңағы тартылыс күші басқа деген сияқты физикалық заңдылықтар зерттейтін едім десең, ол да айтылып тұр Құранда. Мен ештеңе білмеймін, мен тек жаңағы 1-2 деген санай аламын десең, ол да бар Құранда да. Соны айтып жатыр бұл жерде. Біз Құранда барлық адамға мысалдар келтірдік, бәрінің көзін ашатын, бәрінің ойына жеткізетін нәрселердің барлығын айттық дейді. Бірақ адам, жадал деген тартыс қой, талас, тартыс, спор, таласып тартысатындардың ең көп таласып тартысатын жаратылыс дейді адам. Және шәй деп тұр да бұл жерде. Шәй деген нәрсе. Бүкіл осынау жаратылыстардың ішінде сен бір әшейін мақлұқсың ғой деп жатыр да, өзіңе көп алмасай деген сөз ғой. Ой, мен зерттеп тастаған бүйткен, әшейін шәйсің ғой сен, нәрсе. Бүкіл Алла жаратқан, біз білетін, білмейтін, сан бір Алланың өзі ғана білетін, неше түрлі көзге көрінетін, көрінбейтін жаратылыстардың ішіндегі біреусің сен ғана бар болғаны. Және сонымен қоймай не істейсің? Таласасың да, бір нәрсе айтса салғыласасың. Соны айтып жатыр бұл жерде. Бұл жерде екі түрлі түсіндірді ғалымдар. Бұл мұсылмандарға да байланысты болуы мүмкін дейді. Екінші бір ғалымдар бұл кәпірлерге байланысты айтылған дейді. Мысалы, Имам ибн Касир мына бір хадисті келтіреді. Бірде бұл Сахих Бухариде келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам түнгі уақытта Али радиаллаху анху, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сахабасы, күйеу баласы Али мен Фатиманың үйін есігін қақты дейді түнгі уақытта, тахаджудтың уақыты ғой. Сөйтіп сосын әлә тусаллиян, намаз оқымайсыңдар ма сендер екеуің деп айтты дейді. Тахаджудқа тұрмайсыңдар ма деген сөз ғой. Сонда Али радиаллаху анху, я Алланың елшісі, біздің жанымыз Алланың қолында ғой. Егер жіберсе тұрамыз дейді ғой. Ұйықтаған кезде жаның ұшып кетпей ма? Денеңнен шығып кетпей ма? Ол Алланың құзырында да. Жанымызды қайтадан денемізге жіберсе, қайтарса, тұрамыз. Ал жанымыз Алланың қолында ғой деген жауап қайтарады да. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам санын ұрып, адам ең көп таласып тартысатын нәрсе деген аятты оқиды. Саған
біреу бір нәрсе айтқан кезде мынау күнә ғой, я күнә болмаса да макрух қой, кейбір ғалымдар оны құптамаған ғой, қойсайшы деген кезде сен өзіңе жауап берсейші деген нәрселер бар ғой. Өзім өмірім ғой, өзім білем ғой деген нәрселер. Бүйтіп істесем осындай жақсылықтың түрлері бар деп айтса, басқа істеп жатқан өзім нәрселерім бар. Үндемей қалу ғой ең жақсысы ол жерде. Үндемей қалу, өйткені саған аят айтылып жатыр, хадис айтылып жатыр, діннің үкімі айтылып жатыр, жақсылық, жамандық айтылып жатыр. Сен оған ондай ғой, мынандай ғой деп басқа нәрсе айтатын болсаң, мына аятқа сәйкес боласың да. Екіншісі, имам Қуртуби келтіреді, ол кәпірдің қияметте Алламен тартысатын дейді. Сондай талас тартыс болады дейді. Бір кәпірді Алла Тағала алдына алып келіп, сен осындай нәрселер жасадың, сен кәпір болдың, залым болдың, менің жаңағы жіберген пайғамбарыма сенбедің, көрдің, көзің жетті деген нәрселерді айтады ғой. Мойындамайды. Жоқ, олай болған жоқ дейді. Сен кітабыңда тұр ғой міне, амал дәптеріңде. Мен бұны жазған жоқпын ғой дейді. Періштелер жазды ғой десе, періште ол сен жақта, мен жақта емес қой дейді. Маған қарсы ғой ол дейді періште. Маған жақ емес қой ол дейді. Осындай, сонда саған не керек енді дейді ғой. Не керек саған? Қандай куәлік керек саған деген кезде, мен тек өз тарапымнан ғана куәлікті қабыл етемін дейді. Өз жағымнан. Ол жаңа кітап, періште, пайғамбар барлығы сен жақтан. Мен өз жағымнан куәлік қабыл етемін деп айтады кәпір. Бұның барлығы енді адам залымдығының, сондай күпірлігінің қаншалық деңгейде екенін және көрсету, және қазір соңғы немен аяқталатынын бізге көрсету да. Сосын Алла Тағала ендеше мен сенің өз тарапыңнан куәлік қазір келтірем дейді. Сонда ана адам ойланып қалады дейді, ол кімді алып келеді екен қазір менің тарапымнан? Ол не екен менің тарапымнан келетін деп. Сол уақытта Алла Тағала оның аузына мөр басады екен да, оның дене мүшесін терісін сөйлетеді екен. Қол айтады, осылай үйткен сөйткен ол мынандай, аяғы айтады, ол бүйткен сөйткен, терісі сөйлеп жатады. Өз тарапыңнан керек па? Міне сен өзіңді өзіңе куәлік қыламын деген сөз ғой. Аузын мөр басып тастайды. Сол жидал, бұл жердегі талас тартыс осы бір кәпірдің, жаңағы кәпірлердің қияметте болатын оқиғасына байланысты деп келтіреді ғалымдар. Ары қарай وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُم. Адамдарға тура жол келген кезде соған иман келтірулеріне және Раббыларынан кешірім сұрауларына кедергі болған нәрсе ол мынау ғана дейді. إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُولًا. Оларға жаңағы олардың алдынадағыларға келген нәрселер бар ғой. Лут қауымына, Нұх қауымына келген азаптар ше, солардың келмеуі және азап дереу алдарына алып келмеуі да. Енді пайғамбар ескертеді, не деп ескертеді? Жәннат бар, тозақ бар, Раббыларынан қорқыңдар, күнә харамға жоламаңдар деген кезде сол азап кәне дейді ғой. Кәне сол азап. Мен міне 30 жылдан бері осы пұтқа табынып келдім, содан бір жамандық көрсем көретін едім, кәне. Жемқорлыққа айналысып келе жатқаныма 30 жыл болды. Содан бір жерін тешіп шығармаса шығатын ба? Кәне шықсын. Сол нәрсенің дереу басында болмауы да. Алла Тағала солай имхал жасақ болған. Сен күнә істейсің, тіпті күнәңнің өзі 3 сағатқа дейін жазылмайды деп келе ме хадистерде? Сол істеген күнәңнің өзі мына иығындағы жазушы періштелер кітабыңа 3 сағат, білмейміз ғой қандай не екенін, әйтеуір 3 этаптан тұратын уақыт та ол. 3 уақыт. Ол 3 күн ба, ол 3 мезгіл ма, білмейміз қандай нәрсе екенін. Бірақ сағат деп келеді солай. 3 сағат деп алайықшы жарайды. Соның өзі қанша уақыт қой? 3 сағат сенің істеген күнәң жазылмайды әлі. Ал жазылғанның өзінде де ол кейін саған тәубе етуге тағы мүмкіндік уақыт беріледі. Күнә істеген бойдан бірден сол күнәнің жазасын алып құрып кетіп отыратын болсаң, жер бетінде қалмайды ғой еш нәрсе. Баяғыда құрып кететін едік қой. Ол Алланың солай жаратқан заңдылығы. Сол нәрсе оларды иманнан тосып бөгеп тұрған дейді. Күнә істеп отыр, жазасын көріп жатқан жоқ. Ал баяғы қауымда жойылып кетті, біздің қауым жойылған жоқ. Сөйтіп Алла Тағаланың оларға мұрсат беріп қоюы, олардың иман келтірмей, истихфар айтпай, кешірім тілемей, тәубелеріне келмей жүрулеріне себеп болып жатыр дейді. Бірақ бұл кәдімгі адамдардың арасында да болуы мүмкін, мұсылмандардың арасында да болуы мүмкін. Абул Фараж ибн Жаузи деген өзінің бір кітабында келтіреді, кейбір адамдар жалпы исламда мынандай нәрсе бар. Күнәнің дүниеде де ақиретте де жазасы бар деген түсінік бар.
Мысалы зина істесең, дүниеде де оның жазасын көресің, ақыретте де көресің. Өтірік айтсаң да, басқа қылсаң да, тәубе етілмесе да ол, сол күнә күйінше жүре беретін болса. Соны біреулер жоққа шығарады дейді. Ибн Жаузи айтады, Алла рахмет алсын. Ол біреулер мынадай мысал келтіреді дейді. Мен мысалға істеп келе жатырмын өмір бойы, немесе пәленше істеп келе жатыр ғой өмір бойы сол күнәні. Содан көрген жоқ қой қорлық деген жаңа аятта айтқанымыздай. Енді дейді, сол күнәнің артынан тағы сол күнәні істеуі, сол бірінші істеген күнәсінің жазасы болмай ма дейді. Алла тағала сізге қандай да бір жағдайларды сол жерде туғызып, ол мейлі сондай бір сізге бір соққы болсын, сондай бір ауыр сынақ болсын, сол арқылы сені тәубеге алып келмей, сен күнә істеген үстіне күнә істеп, тіпті одан сайын ризығың көбейіп, одан сайын өмірің жақсарып жүре беруі, сол күнәнің жазасы дүниедегі дейді. Дүниедегі жазасы. Оның бір истидражын бір түрі ғой. Алла солай сені алдап қояды. Күнә істеп жатсың, ойбай ризық кемнейді деген қаяқта кеміп жатқан жоқ қой. Тағы да жүре бересің да. Бірақ сол күнәнің қайталануы, бірінші күнәнің, мына екінші істегеннің біріншісінің жазасы, үшінші істегеннің екіншісінің жазасы солай кете береді екен да. Күнәні күнәмен жазалайды Алла тағала. Дүниедегі жазасы де сол дейді. Сол сияқты кейбір кәпірлерге Алла тағала сөйтеді. Оны қазір келесі аяттарда айтады. Енді қараңыз, бізге айтқыш ал азап. Сен айтып жатсың, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты ғой. Анау ат қауымын естеріңе алыңдар, Самудтың қауымын естеріңе алыңдар. Мен сендерге анау Лут қауымының басына келген азапты айтып ескертем. Айтты ғой бүкіл нәрсені, Құраннан түсті ғой соның барлығы. Алып келсей деп айтты, Анфал сүресінде айтады Алла тағала. Енді сол азапты аспаннан бізге тас жаудыршы ең болмаса, көрейік сенің пайғамбар екеніңді деген нәрсені айтты да. Сонда ғалымдар айтады, соншалықты ақымақтығы олардың. Ең болмаса, анау Иса пайғамбардың қауымы ұқсап, дастархан түсірші, тамағы бар үстінде. Соны жейік, сосын саған сенейік деп айтпады ғой дейді. Соншалықты ақымақтықтары Мекке мүшриктерінің. Ең болмаса әйтеуір дастархан үстінде аман қаласың ғой. Дұрыс па? Тамағың жейсің, пайғамбар екенсің ғой деп қоясың. Тас жаудырса алып сен пайғамбар болсаң көрейік дейді да. Тас жаудырса болды ғой, одан кейін не істейсің? Көрдің ал болды ғой, одан кейін кеш қой. Соңғы көрген сол тасың болады ғой, басқа ештеңе көрмейсің ғой одан кейін. Соншалықты ақымақтықтары дейді, ең болмаса жаңа Иса пайғамбардың қауымы ұқсап дастархан деп те айтпады дейді ғой. Сондай нәрселерді айтып жатты ғой. Енді оған Алла тағала жауап береді. Біз елшілерді, пайғамбарларды тек қуантушы және ескертуші қылып қана жібереміз. Олардың қолында ештеңе тұрған жоқ қой дейді. Ол біз айтқан нәрсені айтады сендерге, болды. Тас жаудыр істейтіндей, я болмаса басқа қыл істейтіндей, оның қолында ештеңе тұрған жоқ қой. Ол тек жеткізуші. Нәби деген сол ғой, хабарлаушы. Хабарды жеткізуші, елші деген бір адам мысалы елдердің арасында болады ғой. Бір елден бір елге елші келеді. Мына жақтан хабарды айтып келеді. Бірақ шешім шығара ала ма? Елшіге сен айта аласың ба? Сен оны бүйтсейші, мына жерін былай өзгертейік. Айта алмайсың ғой оған. Мен тек алып келіп тұрмын саған хатты дейді, болды. Сондай нәрсе ғой дейді бұл жерде Алла тағала айтады. Ал кәпірлер болатын болса, ақиқатты жою үшін, ақиқатты кетіру үшін жалғанмен дәлел келтіреді дейді. Сөйтіп таласады дейді. Лиудхиду деген дахада бұл жерде тайдыру ғой. Тайдыру үшін, жолдан тайдыру үшін жалған нәрселерді алып келеді дейді. Сенімен бір сондай бір ақылға сиятын бір нәрсемен таласып жатса да, сен Құран әкеп тұрсың, Алла тағаланың уахиын хабарын жеткізіп тұрсың, ол саған ана болмайтын бір нәрселерді айтып дәлел қылады да. Олар біздің аяттарымызды, біздің белгілерімізді не істеді дейді, мазақ қылды, келеке етті. Имам Ибн Касир айтады, жоққа шығарудың ең жаман түрі ол мазақтау. Ол әшейін жоққа шығарып қана қоймайды, ол оны не істейді? Мазаққа айналдырады да. Бұл сол жоққа шығарудың, сенбеудің ең жаман түрі дейді. Енді қараңыз, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَهُ. Енді Раббысының аяттары оған ескертіліп, сөйтіп ол одан бет бұрып, өзінің істегендерін ұмытқан адамнан залым адам бар ма дейді. Нәсия деген мына жерде ұмыту. Бірақ тәрк мағынасында да келеді. Тәрк ету, оған иман келтіруді, амалды тәрк ету.
айтылып тұр, қанша аяттар оқылып тұр. Анау Абул Валид, жаңағы Әл-Валид әл-Муғира, Халидтің әкесі, мүшрикші. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам онымен сөйлесуге барған уақытта Фуссилат сүресінің алғашқы аяттарын оқымай ма? Әуелі оның ұсыныстарын, сөздерін тыңдап болады да, сосын болдың ба дейді ғой. Болсаң енді мен айтайын дейді да, Фуссилат сүресінен бастап ана аспанды, жерді жаратып оған өз еріктерімен келесіңдер ма, жоқ әлде еріксіз түрде бағынасыңдар ма деген кезде аспан мен жер жоқ, өз еріктерімізбен келеміз деп сондай жаратылыстарды, ғаламаттарды айтып келіп, егер олар сонда да бет бұратын болса, сендерге анау жаңағы аттың, Самудтың бастарына келген үлкен азапты айтып ескертемін деп айт деген аяттар бар ғой екінші бетінде. Соған келген кезде оқып келе жатыр, әлі пайғамбарымыз оқып жатыр. Сол жаңағы жеріне келген кезде болды деп бүйтіп басын бүркет дейді ғой. Бейне бір ана аяттарды тыңдаған кезде жүректі тесіп бара жатыр. Бүкіл жаңағы өңменінен өтіп бара жатыр. Ана айтылып жатқан азап, солардың төбесіне жауған тас, соларды соғып жаңағы өлтірген дауыл, міне дәл қазір үстіне түсіп келе жатқандай сезінген ғой. Енді олар сондай шешендіктің, жаңағы шайырлықтың нелері ғой, сол кездегі адамдары ғой нағыз. Түсініп тұр, бәрін көріп тұр, біліп тұр да. Оның шиар емес екенін, оның жаңағы бұл пайғамбардың жынды емес екенін, сиқыршы емес екенін бәрін көріп тұр. Сонда соншалықты сирак кітаптар айтады, ана басын бүркемеледі, тоқта болды деп айтты дейді да. Дәл қазір төбесіне түсіп кететіндей болды дейді. Сондай деңгейде Құран түсінеді да олар, қараңыз. Біз түсінбейміз өйтіп. Қазіргі арабтар түсінбейді өйтіп. Қазір не бір жаңағы әлемдегі тілге шешен араб тілін терең меңгеріп алған арабтар алып дәл өтіп түсінбейді. Құраннан дәл өтіп әсер алмайды. Сөйтіп тұру жоққа шығарды да, бірақ қараңыз. Шығып келіп, не дейсің деген кезде айтпай мынау Абул Валид кеткен жүзінен басқа жүзбен оралды бізге деп. Сөйлесуге кеттім де өздерінің мыналардың талаптарын бәрін айтып жеткізуші ғой енді ол. Қайтып келген кезде бүкіл өзгеріп кеткен түрінің бәрі. Түрі өзгеріп кетті, мынаны Мұхаммед сиқырлап жіберіпті ғой деп айтқан жоқ па. Сонда айтатын, ол сиқыр дейін десең, сиқырға ұқсамайды. Ақынның өлеңі дейін десең, оған ұқсамайды. Білмеймін, бұл бір сондай бір үсті жеміс беретін, асты тамырлайтын терең. Оны жаңағы одан жоғары ештеңе болмайды. Керісінше ол бәрінен жоғары тұратын сондай бір сөз деп сипаттаған жоқ па? Қараңыз, сөйтіп тұрып не істеді? Арада анха, одан бет бұрды. Төбесіне түсіп кетейін деп тұрған жаңағы несінен бет бұрды. Өзінің істеген нәрселерін бәрін ұмытты, тәрк етті. Инна жa'ална ала qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Қараңыз, сөйтіп қыңырлыққа бата берді. Жаңа истидраж туралы айттық қой. Күнәнің артынан күнә істетіп қояды деп. Алланың жазасы деп. Бұларға сондай күпірлікке терең батырып қойды да, оны не істеді? Жүректеріне құлып салып қойды. Және құлақтарына бітеу жасап қойды. Енді олар одан кейін Құран түсінбейді. Жаңағыдай деңгейде, дәрежеде әсер алатын түрде тұрды олар. Және солай неше күн жалғасты ол. Бір-бірінен тығылып барып Құран оқитын оқиғаны білесіздер ме? Бір-бірінен тығылып барып, түнде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Қағбаның жанында тахаджуд намазын оқып, сөйтіп Құран оқып тұрған уақытта тыңдайды, тығылып отырып алып. Омардың өзі сөйтіп тыңдап отырып исламға келген жоқ па? Анау Абу Бәкір үйінде отырып Құран оқыған кезде не дейді? Біздің әйел балаларымыздың бәрін құртты дейді ғой. Елтіп бара жатыр ғой, естігеннің бәрін. Жаңағы кәпірлер бір-біріне былай деп айтты деген аят бар ғой Құранда. Ла тасмау ли хазал Qur'ани валгау фихи лааллакум таглибун. Мына Құранға тыңдамаңдар мүлдем. Қосылып жаңағы оқып жатқан болатын болса, құлақтарын басып қашыңдар. Мүмкін сол кезде сендер жеңесіңдер, сол кезде құтыласыңдар дейді да, қараңыз. Соншалықты олар деңгейде тұрды. Бүкіл жүрек, фитрат, табиғаты бәрі қабылдап тұрды Құранды. Өздерін еріксіз саусақтарын тығып алып қашып кетіп барып аман алып қалып тұр ана Құранның әсерінен ше. Қараңыз. Сондай жақын тұр иманға. Бірақ сөйтіп тұрып қыңырлық қырсықтықтарына бара берді, бата берді. Ақыр соңында Аллах Тағала не істеді олардың? Құлағы мен жүрегін саусағын тықпай қой болды одан кейін. Онсыз да естімейсің енді сен. Одан кейін онсыз да сен түсінбейсің оны. Онсыз да енді одан кейін сен одан әсер алмайсың. Сондай қылып тастады да. Сөйтіп мүрлеп тастады барлығын. Ва ин тад'ухум илал худа фала яhtadu идан абада. Қараңыз. Енді сен бұлар тура жолға шақырып көр.
еш қашан тура жолға келмейді енді олар дейді. Болды да. Жүректеріне, жаңағы көздеріне, құлақтарына мөр бастық, жаңағы бітеу қойдық деген аяттар Бақара сүресінде кездессе, сол осы да. Осы. Уараббукал ғафуру зур рахма. Бірақ мүміндерге келген кезде, мұсылмандарға келген кезде, сенің Раббың өте кешірімді, өте мейірімді. Лау юахидухум бима касабу. Егер олардың істегендеріне бірден істедің күні жазасын беріп отыратын болса, ла аджала лахумул азаб. Онда азапты үстеріне қазір-ақ түсіретін еді. Баллахум мауидун ла яджиду мин дунихи мауила. Бұл енді жаңағыларға жауап қой. Кәне түсірші, тасты жаудыршы деп атқандарға. Олардың барлығының өздерінің несі бар? Баллахум мауид, уақыттары бар. Және сол уақыт келген кезде олар мауил деген паналайтын жер ғой. Тығылатын жер ғой, былайша айтқан кезде таппай қалады. Тығылатын жер таппай қалады. Уатилкал қура ахлакнахум, жаңа сен айтып атқан бұрынғы қауымдар, оларға ескертіп атқан аттың, Самудтың қауымының азап келді, сол сияқты азап сендерге де келіп қалар деп ескертіп атқан қауымдар. Ламма заламу ва жаална лимахликихим мауида. Біз олардың әрқайсысын өзінің белгіленген уақытында жойдық дейді. Оларға да уақыт белгілді. Олардың да маңдайларына түсетін азап күні уақыты белгіленді олардың да. Бірден әкеп олар жойған жоқ. Ал 950 жыл бойы күткен жоқ Нұх пайғамбар өзінің қауымын. Иманға келер деп шақырып, ақыр соңында болмады ғой. 950 жыл деген не деген уақыт ол? Белгіленген уақыт келді, құртты. Сол сияқты сенің де үмбетіңе, сенің де қауымыңа, сенің де жаңағы айналаңдағы мүшріктер мен кәпірлерге өз белгіленген уақыт бар. Сол уақыт келген кезде, бірақ қараңыз, ол уақыттың бір несі, ерекшелігі. Ла яджиду мин дунихи мауила. Тығылатын, паналайтын Алладан басқа ешқандай таппай қалады дейді. Болды да, кеш болады да. Фирғауынның өзі, мен құдаймын деген Фирғауынның өзі не деді суға батып бара жатқан кезде? Мұсаның иман келтіргеніне мен де иман келтірдім деді ғой ақыр соңында. Бірақ ол уақыт кеш. Кеш ол уақыт. Алла Тағала оның иманын қабыл етпейді. Оған дейін берілді мұрсат бірақ. Сол сияқты әркімнің өлімі оның жеке қияметі. Бұдан ол кәпірлерге ғана жаңағы не емес, бұл әрбір мұсылманға ғибрат. Қиямет қашан екен, ол әлі бәленбай жыл бар екен, әлі даджал шыққан жоқ, анау шыққан жоқ, мынау шыққан жоқ. Оған дейін әлі қайда ғасырлар болуы мүмкін деп жүре бермеу керек. Адамның басында екі қиямет бар. Біреу үлкен қиямет, ол кәдімгі бүкіл жер дүние қарап болатын кезде, ал біреу кіші қиямет, ол өлімі адамның. Өлдің болды, сенің қияметің орнады ғой. Амал дәптерің жабылды, бүкіл жаңағы жақсылық жамандығың тоқтады, барзаққа өттің, періштелер есепке алып жатыр. Басталмаған несі қалды? Раббың кім, пайғамбарың кім сұрап жатыр. Істеген жақсылық жамандығыңды жәннаттың бақшасынан бір бақша ретінде, я болмаса тозақтың шұңқырынан бір шұңқыр ретінде көріп жатсаң, қиямет немене сенің үшін? Сондықтан Алла Тағала бұл нәрсені де адамға жасырып қойды. Адам алданбасы үшін да ешкім білмейді. Ол ауырып өледі деген нәрсе жоқ. Қартайып өледі деген нәрсе жоқ. Міндетті түрде. Ол сап-сау болып та, жап-жас болып та, ажал жеткен адам өмірден өтіп кете береді. Бірақ ең өкініштісі, ол соған дейін істеген амалымен ғана кетіп, амал дәптері былай жабылады да. Болды да, ең өкініштісі сол да. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам 5 нәрседен бұрын 5 нәрсенің қадірін біліңдер, пайдаланып қалыңдар деген кезде ең бірінші нені айтты? Өлмей тұрып өміріңді пайдалан деді. Әрбірімізде қазір өмір бар, әрбірімізде қазір амалдың жолдары ашық тұр. Қияметіміз әлі болған жоқ, қашан болатынын бір Алла біледі. Сондықтан осы Құранның аяттарынан ғибрат алып, бұрынғы үмбеттердің, алдыңғы қауымдардың бастарына келген бәлелердің себептерінен неден құрыды олар? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистерінде көп келтіреді. Сендерге дейінгілерді құртқан не екенін білесіңдер ме? Айтайын ба деп. Сол сияқты міне, анау Адам алейхиссаламнан бастап бәрін құртып жатқан кім екенін Алла Тағала айтып жатыр. Ол ібіліс, ол шайтан. Біз ұйқымыз келеді, ұйықтай тұрайыншы дейміз. Ол өзіміз емес, ұйықтай тұрайыншы деп жатқан. Ол шайтан, ұйықтай тұрсайшы шамалы деп жатқан. Әлі уақыт көп қой, әлі үлгересің ғой, әлі намаздың шығуына 3 сағат бар әлі деп жатқан шайтан ол. Дұрыс па? Біз ерте қой әлі дейміз өзіміз кейде. Бірақ оны ерте деп жатқан біз емес. Біз ұмытып кеттік шайтан деген нәрсені, негізі шынымен ұмытып бара жатырмыз қазір. Оны саған ерте деп жатқан шайтан ол. Қазір кейбір нелер шықты ғой өзінше.
ол шайтанға жаба беруге болмайды, ол адам өзімен жұмыс істеу керек, нәпсісімен жұмыс істеу керек, анау мынау деген нәрселер. Ол шайтанға жабу әлсіздік деген сияқты неше түрлі ойшыл мұсылмандар шығып кетті ғой. Оның да жанында оған ой салып тұрған шайтан ғой. Ол білмейді да ол. Әйтпесе Алла Тағала Құранның жартысынан көп жерінде адам мен ібілістің қай сүрені ашсаң да, Бақараны ашсаң да сол, Арафты ашсаң да сол, Кахфты ашсаң да сол, жаңағы қай сүрені аш, үлкен сүрелердің барлығында ібілістің келіп тұр ма несі? Келіп тұр. Ғалымдар мынандай қылып жинақтап жазған ғалымдар бар. Жаңағы уәлә тәттәбиу хутуати шайтан дейді ғой, шайтанның ізіне ермеңдер. Хутуат деген бір сөзбен алып қарасаң қадам болғанымен, екінші бір мағынасы жоспар ғой. Шайтанның жоспары кәдімгі. Ол әр жерде келеді аяттарда. Не үшін Алла Тағала бізге жеткізіп отыр? Қараңыз. Ла аттахизанна мин жаңағы неде ла'анахуллах ва қала ла аттахизанна мин ибадика насибан мафруда. Алла оны лағнет етіп өзінің мейірімінен қуды. Сол кезде не деді? Мен сенің құлдарының кейбірін өзіме құл қыламын деді. Оларды үміттендіремін, адастырамын, алдарына отырып аламын, арттарынан азғырамын, оңынан келем, солынан келем деген нәрсенің бәрі әр жерде келеді. Оны бізге неге айтып жатыр Алла Тағала? Ол шайтан мен Алланың арасында болған диалог қой ол кезінде. Бізге неге айтып жатыр? Біліңдер деп жатыр, сендердің қай тұстарынан келетінін, сендерді қай жақтан келіп азғыратынын, қай жерден келіп сендерді түсіретінін біліңдер деп жатыр да. Біз соны білуіміз керек. Өткенмен, болашақпен, кеткенмен, түспен, барлық нәрсемен шайтан адамды азғырады. Сондықтан ол өзім деген нәрсе жоқ. Ол соған ойды салып жатыр. Керісінше соған қарсы іс істеу арқылы, соған қарсы нәрсе жасау арқылы біз оны жеңеміз. Және әрдайым ең бірінші одан құтқаратын нәрсе ол біздің ісіміз емес, күшіміз емес, ол не екен? Аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп Аллаға сыйыну. Құран оқитын кездің өзінде сен не деп бастайсың Құран? Аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп сыйынып барып бастайсың. Содан басталады шайтанның несінен құтылу. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar.